21-ші есеп. Егер 2 бөлінген 3х минус 6 тең 4 бөлінген х плюс 3 болса, онда минус 11 минус 7х өрнектің мәнін табыңыз дейді. Мынау көріп тұрғанымыз пропорция. Бұны жеке жазып алайық. 2 бөлінген 3х минус 6 тең 4 бөлінген х плюс 3. Пропорцияның негізгі қасиеті ол шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Ендеше біз бұны былай жазаламыз. 2 көбейтілген х плюс 3 тең 4 көбейтілген 3х минус 6. Жақшаларды ашайық. 2х плюс 6 тең 12х минус 24. Енді теңдіктің белгісіз мүшелерін және белгілі мүшелерін бір жаққа жинақтайық. 6 орында қала берсін. Мынау минус 24 теңдіктің сол жағына плюс 24 болып келеді. Дәл сол сияқты 12х минус 2х. Онда 6 плюс 24 ол бізде 30 болады. 12х минус 2х ол 10х болады. Х-ті табу үшін 30-ды 10-ға бөлеміз. Сонда х тең 3 болады. Біз х-ті таптық. Енді бізге мынау өрнектің мәнін табу керек. Ол үшін оны жеке жазып алайық. Минус 11 минус 7х тең. Жақшаны ашып алайық. Минус 11 минус пен минус бізге плюсты береді. Онда плюс 7х болады. Енді мынау тапқан х-ті орнына қояйық. Сонда минус 11 плюс 7 көбейтілген 3 болады. Бұл минус 11 плюс 21. Енді қараймыз. Таңбалары әртүрлі. Демек үлкенінен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. 21-ден 11-ді азайтсақ 10 болады. 21-дің таңбасы плюс, сондықтан жай ғана 10 болады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.